Сәлем достар. Бүгінгі видеода жұмбақтардың жауабын табатын боламыз. Барлығы 40 сұрақ болады. Ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ал дайын болсаңдар, мен бастаймын. Күндіз бәрінен қашады, түнде көзін ашады. Үкі. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ сурет салады. Аяз. Тілсіз үйретеді, үнсіз сөйлейді. Кітап. Суда туады, судан қорқады. Тоз. Өзі аппақ қар емес, пішіні домалақ тас емес. Жұмыртқа. Көктен түседі, жер ішеді. Жаңбыр. Аспанда бір алып доп, жылуы оның өте көп. Күн. Жазда киінеді, қыста шешінеді. Ағаш. Қанаты бар ұшпайды, су астында қыстайды. Балық. Ти десең тимейді, тиме десең тиеді. Ерін. Аузы бар, тілі жоқ, ішінде жатқан үні жоқ. Хат. Жүріп кетсең ізім бар, артына қарасан өзім бар. Көлеңке. Тамағы бар, басы жоқ. Шөлмек. Қолы жоқ, сурет салады, тісі жоқ, тістеп алады. Аяз. Үсті тас, асты тас, ортасында жанды бас. Тасбақа. Бір үйге 32 адам сыйып кеткен. Тіс. Жүрсе де ізі жоқ, соқса да үні жоқ. Жел. Екі аяқты бір басты, адам емес, бұл не? Қайшы. Қарны тоқ, жаны жоқ. Доп. Төрт аяғы болса да жүре алмайды. Стол. Бір нәрсе білмегенді білдіреді, өзі сөйлемейді, күлдіреді. Кітап. Жұқа тақтай, бетінде 100 тілі бар. Сызғыш. Іші толған әріп, білім берер танытып. Әліппе. Қара сиямен жазады, ақ қағазды басады. Қалам. Қара мата бетінде ақбөр жүрсе көрінеді. Тақта. Күнде келіп білім алар мекенін. Мектеп.
Сағат сайын дыңғырлайды, балаларды шақырады. Қоңырау. Ішінде қаламы, өшіргіші бар үйшік. Пенал. Жазсан таусылады, ұштасан жанарады. Қарындаш. Барлық пәннің досы, білімнің басы. Мұғалім. Кімнің алдында патша да бас киімін шешеді. Шаштараз. Қай ай ең қысқа? Ақпан. Таба алмайсың еш жерден, ізі жоқ су бетінде. Қайық. Жүгірсе де орнынан жылжымайды. Сағат. Көзіңмен көресің, бірақ қолмен ұстай алмайсың. Түс. Қандай ыдыстан тамақ ішуге болмайды? Бос ыдыс. Құрғақ жерде жоқ, сулы жерде көп. Балық. Жаңбыр жауып тұрғанда, қоян қай ағаштың астына тығылады? Су ағаштың астында. Адамға ең жақын жұлдыз. Күн. Жеген сайын үлкейе беретін не? Ор. Достар, осымен ойынымыз аяқталды. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийге қанша сұраққа жауап бергендерімді жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңдар.